Сәлем достар, сіздермен Ера Казавто. Егер досым арнаға жазылмаған болсан, міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып және пікір қалдыруды ұмытпа. Ендеше біз бастаймыз. Бүгін бізде Audi 100 көлігі жайлы емес, негізі біз жай ала тұрдық. Неге десеңіздер, 90 жылдан 2000 жылға дейінгі көліктер туралы айтатын боламыз. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Сонымен достар, қолына не болған деп сұрайтын шығарсыздар. Онда айта кетейін, қысқаша қолым сынды. Қалай сындырдым десем, әрине өзім кінәлімін оған. 5 тонналық грузовой машина артқа шегінгенде осындай қабырғаға қысып тастады. В общем, мынандай алақан сынды, алақан үшеуі сынды, осыған келетін сүйектер сынды. Әзірге дұрыс болмай тұр қолым. Енді бір операция жасады, енді қайттан қисық бітіп кетті, ісі кеткеннен кейін байқалып жатыр. Енді тағы бір операция жасату керек болып жатыр. Сонымен достар, бұл Audi 100 S4 жанағындағы көлік, яғни қысқаша тарихына тоқтала кететін болсақ, 1991 жылдан бастап шыққан, 1994 жылы аяқталған. Жалпы бұл көлікте қозғалтқыштың көлемі әртүрлі болады. Яғни дәл қазір бұл жерде қозғалтқыш көлемі 2.8, 172 аттың күші бар. Және де бұлар алдыңғы жетек және толық жетек болып бөлінеді. Бұл жерде дәл қазір алдыңғы жетек 2.8 қозғалтқыш көлемі. Бұл шанақтың екі түрлі шанағы болады. Ол тек қана седан және универсал шанақта ғана шыққан. Жалпы бұл көлік 1991 жылы шыққан. Жалпы қысқаша айтайын деген достар, қазір 2020 жылы дәл осындай 20-30 жыл болған көліктерді алу тиімді ме, тиімсіз бе, сол туралы айтатын боламыз. Біріншіден достар, менің және сіздердің екі түрлі пікірлеріңіз бар. Бірінші пікіріміз алуға болады, екінші пікір алуға болмайды. Одан да бұндай ескі 20-30 жыл болған көліктен гөрі жылы жаңалау көлік алған жақсы деп. Олмен де келсе, мен өзім екі түрлі пікірдемін. Неге десеңіздер достар, бұл көлікке міне почти 30 жыл болған көлік қой достар. Әлі күнге шейін от алып жүріп тұр, қайда барам десеңіздер, апарып әкеліп тұр. Бұл көліктердің кезінде деген сапасы деген, кезінде от болды ғой бұл көліктері. 30 жыл болған көлік әлі күнге шейін егер техникалық ақауларын алдын алып, техникалық қызметін уақытында көрсетіп тұрса, бұл көліктер әлі күнге шейін жүре береді. Бұл көліктердің ресурсы өте жоғары, енді 30 жыл болған көлік әлі күнге шейін жүріп тұр. Неге енді қазіргі көліктерде, қазіргі жаңадан шығып жатқан көліктердің неге ресурсы өте қысқа? Айта кетейін, егер қазір адамдар заман дамыған, ешкім ақымақ емес қой. Бұдан да мықты, бұдан да сапалы көліктер шығара алады, бірақ шығармайды. Неге? Өйткені бұл осындай 30 жыл, 20 жыл жүретін сапалы көлік шығаратын болса, достар, автобизнес және де автокомпаниялар, ірі автокомпаниялар енді көліктер шығаратын өте үлкен шығынға ұшырайтын еді. 2000 жылға дейінгі шыққан көліктерде, достар, Mercedes, Audi, BMW көп көліктер, брендтағы осы көліктер сапалы болған 2000 жылға дейін. Сондықтан да ол компаниялар біраз кризисқа ұшыраған. Сондықтан да қазіргі таңда бұндай өте сапалы көліктерді қазір шығармайды. Жоқ, енді 2000 жылдан бастап уже бізде 2000 жылға дейін ғана шықты, одан кейін қазір бізде сапа жоқ. Өйткені автобизнес тоқтап қалады. Сонымен достар, салонын көрсетейін. Салоны енді Audi 100-дің салоны 30 жыл болған көлікке прям идеал. Енді ренжімеңіздер, маска бәрі шашылып жатыр. Көршімдікі ғой, қалай алдық, қалай қол босады, көлікті солай алып кет. Енді қарап тұрсаңыздар, маған білмеймін неге екенін. Ескі көліктерде, қазір көліктерде көбіне қоймайды. Көбіне ана Шкода супер бұда қойды. 2013-ке дейін ба, 12-ке дейін ба мынандай дерево, ағаштан жасалған осындай түсте қойды. Білмеймін, мен үшін осылай көліктерде ағаш бар ғой, дерево дейді, осындай қоңыр күшті бар ғой. Лично өзіме қатты ұнайды. Енді төбесінің бәрі быт-шыт болған, төбесін қаптатты. Қарап тұрсаңыздар достар, мынаны жауып тастапты, былай көрсетейін. Ешқандай панель жарылмаған, жақсы сақталған екен. Панелін көріп тұрсаңыздар достар, өте жұмсақ, қазіргі көліктердікі сияқты емес көп. Қараңызшы, панель қандай жұмсақ. Ешқандай сықыр ештеңке болмайды. Енді қайта жабасылайық. Батырмаларын қараңыздар. Аварийка, ABS, туманик, одан кейін артқы
терезе жылытқыш, одан кейін достар ешқандай крутилка жоқ. Негізі қараңызшы, пешті қосатын болсаңыз, қазір көліктерге қарағанда, мысалы мен приорамда крутилкалар білмеймін, маған ұнамайды. Міне қараңыздар, қандай класс. Енді дегенмен E-сегменті ғой. Кнопкалармен маған өте ұнады, жақсы. Беріліс қорабы 5 сатылы механикалық қорап. Енді мынаны қараңыздар достар. Электропакет, артында да общий электропакет. Ешқандай ручкамен ашпайсыз былай. Электропакет өте 90-шы жылдардағы көлікке өте идеальный. Қазіргі новый шығып жатқан Ravon, анау Renault, Logan, солардың бәрінде ручкамен. Енді комплектациясына да байланысты олар. Бірақ енді 30 жыл болған көліктің өзінде мынау идеал. Мына жақ терезесі ашылмай қалған. Трос үзілген ба, сондай бірдеңке мынамен байлап тастапты. Енді бұл көлікті ешқандай жамандай алмаймын, өйткені әлі күнге шейін 30 жыл болған көлік жүріп тұр. Ешқандай бір негатив сөз айта алмаймын бұл көлікке. Достар, сонымен багажник көрсетіп кете салайын. Сөкпеңіздер ешқандай да, өйткені ешқандай да дайындалған жоқ. Багажнигі 510 литр. Достар, қарап тұрсаңыздар, 1+ газовый упор бар екі жақ шетінде де. Бұл өте тамаша. Одан кейін достар, көліктерді шірейтін тағы бір жерлері, міне уплотнительдің астарын қарап болу керек. Шірмеген, вот міне басталып шірген жерлер. Осындай шірілген жерлерін қарап алуыңыздар. Уплотнительдің асты су тұрып қалады, кеппейді ғой. Содан кейін шіріп кетеді. Оны сізде мойкада ешкім ашып сүртпейді, кептіріп бермейді. Запаскасы астында идеальный сабвуфер болады. Достар, екінші пікір алуға тұрмайды. Одан да жаңа көлік алған дұрыс. Мен ол пікірмен де келсемін. Неге десеңіздер, бір қысқаша болған оқиғаны айтып кетейік. Бір ай бұрын ба, сонда бір осындай оқиға болған. Ағам екеуміз қалаға барғанбыз. Примерно бір 100 шақырымдай жүрдік. 100 шақырымнан кейін жолда күн ысып тұр күн. 100 шақырымнан кейін жолға суға тоқтадық дүкеннен су алып шығып келе жатса, көлікке отырдық. Көлікті оталдырды. Мен мұрын кәдімгідей жаман алып баратыр, түтіннің иісі. Резко капотты ашсақ, түтін деген масқара шығып жатыр. Қарасақ, стартердің щеткасы жанып жатыр екен. Резко қолымыздағы суымызды құйып, сразу сөндіріп алдық. Содан кейін ескі көліктерге вообще желанием құрып кетті. Қысқасы, ескі көлікті алсаң есің шығады дегендей. Енді бұл көліктердің бүкіл проводтары кеуіп баған, жанып кетуге дайын тұрған көліктер, мысалға бәрі демеймін, енді көп көліктер тозған ғой. Сондықтан да былайша айтқанда бұл көліктердің уақыты өтті, кезеңі өтті. Еуропада баяғыда бұл көліктер утилизацияға кеткен. Бізде әлі күнге шейін мініп жүрік. Барынша көлік ескірген сайын ол қауіптілеу болады. Қыста жолда қалдырса да түсіп кетуіңіз мүмкін. Бір танысымның көлігі, шынын айтсам, осы көлікті алғалы бері қашан көрсем бір қолы босамайды. Бірде капотын ашып істеп атады, бірде ходовкасын істеп атады, бірде фарын істеп атады. Ең болмағанда есігін бірдеңесін істеп жатады. В общем, бұл көліктің иесі осы көлікпен мүлдем бос уақыты жоқ. Қашан көрсем бірдеңесін істеп жатады. Ол да үлкен минус көлікті каждый раз шұқылай беру, каждый раз сына беру. Енді ескі көлікке оны да минусқа жатқызамыз. Достар, осындай ескі көлікті алып такси жасаймын десеңіздер, бұл енді үлкен қателік болатын шығар. Ескі көлікпен енді барлығы деп айтпаймын, күтім көріп жүргендер де бар. Бірақ ескі көлікті алып такси жасаймыз десеңіздер, сол тапқан табысыңыз осы көліктен артылмайды. Ол шын, ескі көліктің бір жері сынса, бір жер кетеді, бір жері сынса, бір жер кетеді. Және де оның көбісі бұл көліктердің бірден ауыстырмайды. Мысалға, алдыңғы бір стойкасы кетсе, біреуін ғана ауыстырады. Негізі екеуін де ауыстыру керек. Мысалы, ол уже ар жағы да тозып тұр. Сол сияқты бер жағынан новый салады, уже ар жағы кетеді. Одан кейін арттар кетеді. Одан кейін фаралар істемейді. Шамдар жанбайды, тоқтар келмей қалады. Каждый раз проблема сондай. Ал егер жаңағындай шынымен бір такси жасап пайда табам десеңіздер, онда менімен 100% келісетін шығарсыздар. Жаңа көліктің аты жаңа көлік, жылы жаңалы көлік алып такси жасасаңыздар болады. Мысалға, қазіргі таңда енді бізде ең арзан көліктер, қазіргі таңда Қазақстанда салоннан тек қана новый көліктерді алатын болсақ, ең арзан көлік Lada Granta, одан кейін Ravon R3 пен сол көліктерді алып такси жасауға болады. 3,5 миллион шамасында. Ал егер ондай көліктер ұнамайтын болса, одан шамалы классы жоғары көліктер болатын болса, более-менее онда Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid сондайлар алуға болады. 3,5 миллион көлік. Сонымен достар, бұл көліктер яғни алуға болады. Егер шынымен сіз 90-шы жылдардағы көліктердің шынымен фанаты болсаңыз, онда осындай көліктерді алыңыз. Мысалға, Mercedes бар 124, Audi C4, BMW пятерка,
E34 соларды алуға болады. Және де бұндай көлікті алып істеу үшін, егер шынымен фанаты болсаңыздар, кемінде осы көліктің каждый оригинал запчасти қою үшін, крыло, капот, бампер бәрін оригинал қою үшін кемінде жоқ дегенде 2 миллион теңге кетеді. Мысалы, егер шынымен фанат болсаңыз, 124-терді алатын болсаңыз 2-3 миллиондық 124-тер бар. Бірақ оған көптеген вложениялар салынған, көп жер істелген. Сондықтан да осындай фанаты болса, егер көліктерін ондай адамдар бар, 4-5 миллион салып тастап жатқан адамдар бар, Мерседесқа, BMW-ға, E34-терге, а 4-5 миллион теңгеге сен, в общем, Camry 40-шы санақтағы сондай көліктерді алуға болады. А егер шынымен фанат болсаңыздар, көп ақша салуға болады онда. Сонымен достар, бүгінгі шолуымыз аяқталды. Негізі шолу болған жоқ, бұл жаңағы 90-шы жылдан 2000-шы жылға дейін көліктер жайлы, сапасы жайлы, сол жайлы айттық. Енді комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сондықтан да достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Міндетті түрде подписация кнопкасын басып, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесіде көріскенше.